Бүгінгі мастер-класста осындай вышивканы жүректі қалай тоқитындығын көрсететін боламын. Бізге кәдімгі инемен жіп болса жеткілікті. Енді өлшеп аламыз. Менде бұл тоқып жатқаным белдемше. Мінекей осының етегіне жүрекше түсіріп жатырмын. Енді қараңыздар, мен бүйтіп санап тоқып жатырмын ортасынан. Енді мына жерінен біреу аламын. Неке сіздерде өлшеп осылай тоқисыздар. Неке инені дәлдеп, неке мына өрілген петляның ішінен кіргізіп алдым. Енді ары қарата, неке жақыннан көрсетейін. Енді ары қарата мен 5 алып жатырмын. 1, 2, 3, 4, 5, яғни 5 өрім. Сол 5-шісінің ішіне инені кіргіземіз, осылай жібімізді тартамыз. Енді қайтадан бірінші бастаған жеріміз астындағы дәл осы жерге қайтадан инені осылай саламыз. Инені кіргіземіз, жібімізді тартып аламыз. Енді қайтадан төбесіндегі осы жерге инені кіргіземіз. Міне жібімізді шығарып аламыз. Қайтадан мына тұсқа кіргіземіз. Бірінші ине кіргізген жеріне жібімізді тартамыз. Енді қайтадан бірінші кіргізген жерге апарамыз. Жібімізді тартамыз. Неке 3 рет тоқыдым. Жіпті әдемілеп үстіп домалақтап тартып қоямыз. 5 санадық. Қазір мына тұстан да 5 санаймыз. Жүрекшенің екінші бетін тоқу үшін. Неке бұл 1, 2, 3, 4, 5. Не жібімізді осы жерге кіргізіп аламыз. Енді қайтадан бастапқы ине кіргізген жерімізге қайтадан сол тұсқа инені кіргіземіз. Енді дәл осы бетті де тағы да 3 рет алатын боламыз инені кіргізіп. Мынау екінші. Неке енді қайтадан бірінші жерге өйстіп жіпті дұрыстап қойып отырып тігетін боламыз. Қайтадан осы бірінші кіргізген тұсқа жібімізді шығарып аламыз. Енді қайтадан бірінші кіргізген жерге осы жерге инені кіргіземіз. Міне дәл осылай оңай тоқылады. Міне мінекей ең оңай 3D жүрекше тоқу. Сіздерге мастер-класс түсінікті болды деген ойдамын. Алда қандай мастер-класстар күтесіздер? Комментарийге белгілеп жазып кетсеңіздер болады. Мені қолдап, пікір білдіріп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мінекей осындай соңында жіпті байлап, қиып алып, жіптің жартысын, яғни қиып тастаймыз, оны арасына жасырып қоямыз. Мінекей дәл осылай шығатын болады.